жылы Алтай-Дунай халықаралық археоэтнологиялық экспедициясы ұйымдастырылған болатын. Жетекшісі сол кезде музей басшысы болған әлем азаматы Ұлытау қоғамдық қозғалысының директоры Бақтияр Сапарбекұлы Қожахметов. Экспедиция барысында Алтайдан Дунайға дейін өмір сүріп жатқан халықтардан 300-ге жуық этнографиялық жәдігерлер, фото және бейне материалдар жинақталды. Көрмеде біз сіздерді осы экспедициядан жинақталған және музей қорындағы экспонаттармен таныстырамыз. Экспедиция Алтай-Дунай – это одна из первых в истории кругосветное путешествие на верблюдах. Құрметті көрермендер, Қазақстан бүгінде достық пен туысқандықтың, ырыс пен ынтымақтың ордасына айналып отыр. Осы сөзімді айғақтайтын достық керуені атты көрмемізді тамашалауға шақырамын. Здравствуйте, дорогие зрители! Представляем вам выставку «Караван дружбы». Бұндай ұршықтардың алғашқы түрлері 2,5 мың жыл бұрын пайда болған. Тігінен дөңгелегі орнатылған ұршықтар қыз баланың ажырамас бөлігі болып саналған. Өйткені славян халықтарында тіпті кіндікті де осы ұршықпен кескен. Скрабница – одна из самых главных деталей ткацкого станка. Ручное узорное ткачество – самобытное художественное явление в национальной культуре белорусов. Это один из самых древних видов художественного ремесла. Май шайқағыш. Осындай май шайқағыштарда славян халықтары үй жағдайында дәмді қолдың майын дайындаған. Крынка – горшок для хранения молока. Она похожа на кувшин без ручки и крышки. Крынка – символ деревенской жизни и натуральной пищи. Именно в ней хранили молоко и простоквашу. Славян халықтарында кір жууда ерекше дәстүр болған. Мысалы, осындай тоқылған себеттерде құрғақ кір салынатын болса, ал мынандай себеттерге жуылып шайылған сулы кірлер салынатын болған. Коромысла использовали не только для ношения ведер, но и также для переноса мокрого белья. Рушник изготавливается из льняного полотна. В вышивке на рушниках использовалась различная символика. Вышивались символические животные, растения, геометрические фигуры. Основными цветами при оформлении рушников являются красный разных оттенков и белый. Тамра – старинный русский струнный инструмент. Появился в XVI веке.
В Россию завезли инструмент во времена монгольского ига. Славян халықтарында үй тұмарларға да ерекше мән берген. Тіпті 20 ғасырдың басына дейін бұл үй тұмарлардың магиялық күші бар дегенге сенген. Менің қолымда тұрған әтеш бейнесіндегі үй тұмар мансапқа жетудің, қызметтің символы. Ал егер де шөпке толған қапшықтың тұрғанын көрсек, онда ол берекенің, ырыстың белгісі екенін білетін болғанбыз. Ал сыпыртқыны көрсек, төмен қараса ақшаны шақырады деп сенген, ал жоғары қарайтын болса, онда жамандықты, денсаулықтағы кінәраттарды алшақтатады деген сенім болған. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір шаңыраққа шаттық пен қуаныш тілейміз. Бүгінгі видео экскурсиямыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Поздравляем вас с праздником единства народа Казахстана. Желаем счастья и процветания каждой семье. Спасибо за внимание. Мамырда келіп жетті мамырлаған, жастарым қызғалдақтай жалындаған, халқымнан айналайын қасиетті, ынтымақ бірлігінен жаңылмаған. Көрдік қой қаңтарлатып, ақпандатып, бүгінде даламызды жапқан жақыт. Бір мақсат, бір мүддемен бір болашақ, барлық ұлт бір шаңырақтан тапқан бақыт. Қарашы, даламыздың келбетіне, келеміз бір бесікте тербетіле. Не жетер бар халықтың достығына, қазақтың даңқын жайған жер бетіне. Бірлікпен шамы жанар мерекенің, тербеткен ынтымақпен ел өткенін. Жасасын бірлігімен ынтымағым, бастауы ортаймайтын берекенің.